Қайырлы күн, білім алушылар. Қорытынды аттестаттау емтихан материалдары, алгебра және анализ бастамалары, қоғамдық гуманитарлық бағыт. А бөлімі. Бірінші есеп. fx тең 3x квадрат плюс 2 түбірасты x функциясы берілген. f'4 мәнін табыңыз. Ең бірінші біз осы берілген функциядан туындаламыз. 3x квадраттың туындысын және 2 түбірасты x-тен туындысын аламыз. Туындының ережесі бойынша x-тің n дәрежесінің туындысы n көбейтілген x n минус 1. Ал түбірасты x-тің туындысы бір бөлінген 2 түбірасты x. Осы формулаларды қолданамыз. 2 көбейтілген 3 x 2-ның минус 1 дәрежесі қосылған 2 көбейтілген коэффициент тұрақты алдына шығарып жібереміз. Түбірасты x-тің туындысы 1 бөлінген 2 түбірасты x. Тексеріп үшін 6x 2-ден 1-ді алғанда 1 дәреже жазылмайды, 1 дәреже. Плюс 2 мен 2-ні қысқартып жібереміз, 1 бөлінген түбірасты x. Екінші орындалатын әрекетіміз f' x-тің орнына 4 әкеліп қояйық. 6 көбейтілген 4 қосылған 1 бөлінген түбірасты x-тің орнына 4-ті қоямыз. 6 жердегі 4-ін 24. Түбірден 4-тен 2 шығады. 24 қосу 1-дің жартысы 0,15, 2-ін қосатын болсақ 24,5. Дұрыс жауабы В. Екінші есеп. Жақша ішінде логарифм 6 негіздегі 5 азайтылған логарифм 6 негіздегі 30 қосылған 5. Жақша жағылған дәрежеде логарифм 2 негіздегі түбірасты 3 өрнегінің мәнін табыңыз. Логарифмнің қасиеті бойынша бірінші біз азайту амалына арналған формуланы жазып алайық. Логарифм а негіздегі в азайтылған логарифм а негіздегі с тең болады логарифм а негіздегі в бөлінген с. Бұл бірінші қолданатын формуламыз мына жерде. Енді екінші формуламыз бізде логарифм а негіздегі n дәрежелі түбірасты в. Бұл дәреже, n дәрежеміз бізде логарифмнің алдына 1 бөлінген n болып келеді. Және логарифм а негіздегі бұл болып шығады. Бұл екінші формула. Осы формулаларды енді өрнектің мәнін табу үшін қолданып көрейік. Бірінші. Логарифм 6 негіздегі 5 азайтылған логарифм 6 негіздегі 30 тең логарифм негізі 6 өлшек в-ның орнында 5 тұр, с-ның орнында 30. Екеуін қысқартамыз. 5-ке 1-ден тет, 30-ға 6-дан тет. Логарифм 6 негіздегі 1 бөлінген 6 тең логарифм 6 негіздегі 1 бөлінген 6-ны 6-ның минус 1 дәрежесі деп жазып аламыз. Яғни тең минус 1 дәреже логарифмнің алдына келеді, минус 1. Ал логарифм 6 негіздегі 6 ол 1-ге тең. 1-ді минус 1-ге көбейтсек, минус 1. Енді екінші жақша ішінде бізде минус 1 шықты. Және мына плюс 5-ті жазамыз қасына. Жақшаны жабамыз. Бізде дәрежеде логарифм 2 негіздегі 3-тір. Яғни дәрежеге біз екінші формуланы қолданамыз. Жақша ішінде 4 шығады.
логарифм 2 негіздегі түбірасты 3-тіні біз 3-тің 2-ден 1 дәрежесі деп жазып алайық. Ал 4-ті 2-нің квадраты деп жазып аламыз. Сөйтіп логарифмнің 2 негіздегі 3-тің 2-ден 1 дәрежесі деп жазып қояйық. Ары қарай, мына логарифмнің қасиеті бойынша дәреже 2-ден 1 логарифмнің алдына коэффициент болып келеді. 2-нің 2 дәрежесі дәрежеде 2-ден 1 коэффициент болып келеді. Сосын логарифм 2 негіздегі 3 жазылады. Енді мына 2 мен 2-ні қысқартып жібереміз. Сонда 2-нің логарифм 2 негіздегі 3-ге тең болады. Ал мынау логарифм 2 1-ге айналады да, сонымен бізде жауабы 3 болады. Яғни мына жерде бізде мына формулаға сәйкес А-ның логарифм А негіздегі В тең болады В-ға. Мына жер 1-ге айналып келеді. Яғни дұрыс жауабы бізде Д. Үшінші есеп, суретте қандай функцияның графигі көрсетілгенін анықтаңыз. Суретте синусоида графигі, яғни жауаптардан қараймыз. Синус 3х бар, және жауапта 3 синус х. Біздің графикте көрсетілгендей графигіміз 3 бірлікке ордината осымен жоғарылап тұр. Яғни 3 есе үлкейіп тұр. Сондықтан бізде дұрыс жауап 3 синус х. Жауабы дұрыс. Төртінші есеп fx тең 4 азайтылған 3х минус х квадрат бөлінген 2х квадрат плюс 5х минус 7 функциясының x шексіздікпен ұмтылғандағы шегін есептеңіз. Бізге бөлшек рационал функция берілген. Шегін табу үшін лимит x шексіздікке ұмтылғанда бөлшек рационалымызды жазып аламыз. 4 азайтылған 3х минус 3х квадрат бөлінген 2х квадрат плюс 5х минус 7 тең бөлшек рационал функцияның шегін табу үшін бөлшектің алымында бөлімінде ең үлкен х-тің дәрежесіне бөлеміз. Яғни біздің жағдайда х квадрат ең үлкен дәреже. Сондықтан лимит х шексіздікке ұмтылғанда 4-ті х квадратқа бөлеміз, яғни әр қайсысын х квадратқа бөліп шығамыз. 3х минус х квадрат азайтылған х квадрат бөлінген х квадрат. Бұл бөлшектің алымы. Енді бөлімінде дәл солай 2х квадрат бөлінген х квадрат 5х-ті х квадратқа бөлеміз, 7-ні х квадратқа бөлеміз. Енді х шексіздікке ұмтылған кезде 1 бөлінген х және 1 бөлінген х квадрат түріндегі барлық мүшелер 0-ге ұмтылады. Сонда бірдің орнында бізде 4 тұр, яғни 4 бөлінген х квадрат бұл 0-ді береді. Мына жерде де х пен х біреу қысқарады, 3 бөлінген х, яғни 1 бөлінген х деген сияқты бұл да 0-ді береді. Х квадрат пен х квадрат қысқарады, бұл 1-ді береді. Х квадрат пен х квадрат қысқарады, 2 қалады. 5х пен мына жерде х қысқарады, 5 бөлінген х, яғни 1 бөлінген х бұл 0-ге ұмтылады. 7 бөлінген х квадрат, яғни 1 бөлінген х квадрат 0-ге ұмтылады дедік. Енді қалғанын жазайық. Бізде 0, азайтылған 0, азайтылған 1, бөлшектің бөлімінде 2 қосу 0, азайтылған 0. Жауабы минус 1 бөлінген 2.
В жауабы дұрыс. 5-ші есеп, өрнектің мәнін табыңыз. Ең бірінші біз ортақ бөлімге келтіріп аламыз өрнекті. Бөлшектің бөлімін. Яғни бірінші бөлшектің бөлімі түбір асты 7 қосылған түбір асты 5. Екінші бөлшектің бөлімі түбір асты 7 азайтылған түбір асты 5. Осы екеуінің көбейтіндісі бөлшектің ортақ, осы берілген өрнектің ортақ бөлімі болады. Енді осы өрнекті бірінші бөлшектің бөліміне бөлетін болсақ, бізде толықтауыш көбейткіш түбір асты 7 азайтылған түбір асты 5 қалады. Ал екінші бөлшек үшін осы өрнекті бөлшектің бөліміне бөлетін болсақ, толықтауыш көбейткіш түбір асты 7 қосылған түбір асты 5 болады. Енді мына жерде түбір асты 7 азайтылған түбір асты 5 екеу болғандықтан біз квадрат етіп жазуымызға болады. Түбір асты 7 азайтылған түбір асты 5-тің квадраты деп. Және қосу, мына жерде түбір асты 7 қосылған түбір асты 5 екеу болғандықтан квадраты деп аламыз. Түбір асты 7 қосылған түбір асты 5. Бөлшектің алымы үшін және бөлім үшін қысқаша көбейту формулаларын қолданайық. А азайтылған В квадрат бізге А квадрат қосылған 2 еселенген А көбейтілген В қосылған В квадрат формуласын береді. Яғни бөлшектің алымына осы формуланы қолданамыз. Ал мына жерде А қосылған В көбейтілген А азайтылған В тең А квадрат азайтылған В квадрат болады. Енді осы формулаларды қолданып есепті ары қарай жалғастырамыз. Бөлшектің алымында түбір асты 7 жақша сыртында квадрат екеу түбірмен қысқарады, 7-нің өзі қалады. 2 еселенген түбір асты 7 мен түбір асты 5 көбейтіледі де 35 болады. Түбір асты 5 жақша сыртында квадрат, түбірмен квадрат қысқарады да бізде 5 қалады. Екінші бөлшектің алымындағы қысқаша көбейту формуласы бойынша квадрат түбірмен жақша сыртында квадрат қысқарады, 7 қалады. 2 еселенген түбір асты 7 мен 5-ті көбейтеміз, түбір асты 35 болады. Ал түбір асты 5-тің квадраты түбірмен квадрат қысқарады, 5 қалады. Енді бөлімін А квадрат, яғни бізде түбір асты 7 тұр. Осының квадраты азайтылған В-ның орнында түбір асты 5 тұр. Осының квадраты. Бөлшектің алымындағы минус 2 түбір асты 5 плюс 2 түбір асты 5 екеуі қарама-қарсы таңбалар болғандықтан жойылып кетеді, яғни нөлге айналады. Мына 7-ге 7-ні қоссақ 14, 5-ке 5-ті қоссақ 10, яғни екеуін қоссақ бізде бөлшектің алымында 24 болады. Енді мынау түбір асты 7, мынау түбірмен мына квадрат қысқарады да бізде 7. Мына жерде квадрат түбірмен 2 жақша сыртында 2 дәреже қысқарады да 5 қалады. 7-ден 5-ті азайтатын болсақ бізде 2 кетеді. 24 12-ге бөлсек 12. Жауабы В. Алтыншы есеп, өрнектің мәнін табыңыз. Арк синус түбір асты 3 бөлінген 2 қосылған арк котангенс минус түбір асты 3. Енді синус түбір асты 3 бөлінген 2 бізде ол пи бөлінген 3-ге тең. Радиандық мәні. Ал арк котангенс минус түбір асты 3, яғни котангенс 5π бөлінген 6 радиандық мәні. Ортақ бөлім береміз.
6, 6-ны 3-ке бөлсек, толықтауыш көбейткіш 2. 6-ны 6-ға бөлсек 1, толықтауыш көбейткіш. Бөлшектің алымында 2 пи қосылған 5 пи тең 7 пи бөлінген 6. Жауап. 7-ші есеп косинус x үлкен емессе тең түбірасты 3 бөлінген 2 теңсіздігін шешеміз. Ол үшін косинус x үлкен емессе тең а формуласы бойынша аны анықтап аламыз. Біздің теңсіздікте аның мәні түбірасты 3 бөлінген 2-ке тең. Екінші, қарапайым тригонометриялық теңдеуді косинус үшін жазатын болсақ, косинус x тең а үшін x тең плюс минус арк косинус а плюс 2 пи n тиісті z. Берілген теңсіздігімізді осы түрде жазайық. X тең плюс минус арк косинус аның орында бізде түбірасты 3 бөлінген 2 пи n тиісті z. Енді радиан түрінде жазатын болсақ, косинус түбірасты 3 бөлінген 2 бізде пи бөлінген 6-да плюс минус мына жерде пи бөлінген 6 дейміз, плюс 2 пи n тиісті z. Енді жауабына қараймыз. Қайсы нұсқа? Пи бөлінген 6 а нұсқада бар және с нұсқада бар. Бірақ бізде пи бөлінген 6 плюс және минус болған жағдайда да олай болса бізде а нұсқасы дұрыс келеді. Оны біз былай жазуымызға болады. Пи бөлінген 6 минус қосылған 2 пи n кіші немесе тең x кіші немесе тең пи бөлінген 6 плюс 2 пи n тиісті z. А жауабы дұрыс. 8-ші есеп. Бірінші сөреде физикадан 10 кітап бар, оның 4-еуі тест жинағы. Екінші сөреде химиядан 6 кітап бар, оның 2-еуі тест жинағы. Екі сөреден де кездейсоқ бір кітаптан алынды. Алынған 2 кітаптың тест жинағы болу ықтималдылығын табыңыз. Бірінші ықтималдылыққа қатысты П тең М бөлінген N формуласын жазып алайық. Енді бірінші сөре үшін бізде ықтималдылығы П1 тең М1-дің N1-ге қатысы. Ал екінші сөре үшін П2 тең М2-ның N2-ге қатынасы. Бұл жерде М дегеніміз бізде ол қолайлы жағдай дегеніміз, қолайлы жағдай. Ал N дегеніміз бұл барлық жағдай. Енді бірінші сөре үшін барлығы бізде физикадан 10 кітап бар, соның 4-еуі тест жинағы. Қолайлы жағдай. Яғни екеуін қысқартып жіберетін болсақ 2-ге. 2-ден және 5-тен тек. 5-тен 2 болады. Енді екінші сөре үшін N барлық кітап химиядан 6-ау, соның ішінде 2-еуі тест жинағы. 2-еуін қысқартатын болсақ 3-ден 1. Екі сөреден де кездейсоқ бір кітаптан алынды. Алынған 2 кітаптың тест жинағы болу ықтималдығын табу үшін біз П1-ді П2-ге көбейтеміз. Сонда 5-тен 2-ні көбейтеміз 3-ден 1-ге. 15-тен 2. Жауабы С.
9-шы есеп y тең x куб азайтылған 12x функциясының -1 мен 3 аралығындағы ең кіші мәнін табыңыз. -1 мен 3 аралығындағы мәндерді жазатын болсақ, -1-дің өзі де кіреді. Нөл, 1, 2, 3-ке кіреді. Осы сандарды біз мына функцияға кеп тексеріп көрейік. Y тең -1-дің кубы -12 көбейтілген -1. -1-дің кубы -1, 12 -1-ге бөлсек -12, алдындағы минуспен плюс болады. 11-ге тең. Y 0-ді қойып көрейік. Көбейтілген 0, 0 болады. 1-ді қойып, 1-дің кубы 12 көбейтілген 1. 1 азайтылған 12 тең -11. Y тең 2-ні қойып, 2-ның кубы 12 көбейтілген 2. 2-ның кубы 8, азайтылған 12-ні 2-ге бөлсек 24. 24-тен азайтамыз 8-ді -16. Y тең 3-дің кубы 12 көбейтілген 3. 3-дің кубы 27, -36, -9. Дұрыс жауабы -16. Ең кіші мәні дұрыс жауабы. 10-шы есеп y тең f жақша ішінде x минус a 0-ден үлкен болған жағдайда функцияның графигі y тең fx функциясының графигіне қандай түрлендіру қолданғанда алынатын анықтаңыз. A нұсқасы: A бірлікке оңға параллель көшіру арқылы, яғни жақша ішінде мына жерде минус болатын болса, біз оңға параллель көшіруді жүргіземіз. Дұрыс жауабы А. 11-ші есеп y тең x минус 4 жақша сыртында квадрат минус 3 функциясы берілген. Мұндағы x үлкен немесе тең 4 берілген функцияға кері функцияны табыңыз. Шешуі: ең алдымен x пен y-дің орындарын ауыстырамыз кері функцияны табу үшін. Сонда y-дің орнына x жазамыз, ал x-дің орнына y жазамыз. Y минус 4-дің жақша сыртында квадраты минус 3. Енді y-ді өрнектеу үшін біз минус 3-ті x жаққа өткізейік. X қосылған 3, ал оң жағында y минус 4 квадраты. Осы жерде біз квадраттан құтылу үшін екі жағын түбірге алайық. X плюс 3-ті түбірге алайық, және y минус 4 түбірге аламыз. Квадрат түбірмен квадрат қысқарады да, түбір астында x плюс 3 тең y минус 4. Мына жерде плюс минус. Енді анықтау облысын ескеретін болсақ, есептің шартында x 4-тен үлкен болса, онда берілген функцияның кері функциясының мәндер облысы y үлкен немесе тең 4 болуы керек. Сондықтан да біз оң мәнді түбірді аламыз мына жерден. Сонда 4-ті қайтадан мына жаққа өткіземіз. Кері функциясын жазатын болсақ, y тең x плюс 3 түбірдің астында және плюс 4. Бұл есептің жауабы бізде еге сәйкес келіп тұр екен. Дұрыс жауап Е. 12-ші есеп y тең косинус квадрат 3x функциясының туындысын табыңыз. Алдымен сыртқы функцияны квадратты дифференциалдайық.
Ол үшін яғни туындысын алып жазамыз. Косинус квадрат 3х. Осының туындысын аламыз. Ең алдымен квадрат алдына түседі. Косинус 3х деп жазамыз. Енді косинус 3х-тің өзінен туындысын аламыз. 2 косинус 3х. Косинус 3х-тің туындысы минус синус 3х. Және 3х-тің өзінен тағы туындысын аламыз. Тең 2 косинус 3х минусты алдына шығарып жіберсек, синус 3х. 3х-тің туындысы 3. 2 мен 3-ті көбейтеміз. Минус 2 минус 6 синус 3х көбейтілген косинус 3х. Енді тригонометриялық формуланы қолдану арқылы қос бұрыштың синус формуласын пайдаланамыз. Формуласын жазып кетейін. Синус 2 альфа тең 2 синус альфа косинус альфа. Осы формулаға салатын болсақ, біздің жағдайда минус 3 көбейтілген, алтыны көбейткішке жүктедік, синус 3х косинус 3х. Олай болса, бізде минус минус 3 синус 6х кетен. Минус синус 6х-ті. Дұрыс жауабы. 13-ші есеп. Анықталмаған интегралды табыңыз. Берілген жазайық. Интеграл 10х бөлінген синус квадрат 5х. Ең алдымен бөлшектің алдында тұрған 10 саны, ол тұрақты сан, сондықтан оны интегралдың алдына шығарып жіберейік. dx бөлінген синус квадрат 5х. Мына жерде бізде аргументіне 5х берілген. Біз сол 5х-ке айнымалыны алмастыру әдісін қолданайық. Яғни 5х-ті қандай да бір u деген әріппен белгілеп алайық. Енді екі жағын дифференциалдаймыз. Ол үшін dx яғни 5dx болады, мына жағымыз du болады. Енді осы жерден dx-ті табайық. du бөлінген 5 болады. Тең орындарына қойып 10 интеграл dx дегеніміз du бөлінген 5, ал dx жерде синус 1 бөлінген синус квадрат u. Мына жерде 5-ті интегралдың алдына шығарып жіберейік. 10 бөлінген 5 болады.
сонда ду-ды бірге көбейтсек ду бөлшектің бөлімде синус квадрат у тең 10 мен 5 қысқарады 2 интеграл ду бөлінген синус квадрат у тең 1 бөлінген синус квадрат бізде котангенс береді, яғни минус котангенс. Сондықтан бұл жерде біз минусты алдына шығарып жібереміз. 2 котангенс у қосу с. Удың орнына қайтадан 5х келіп қояйық. Минус 2 котангенс 5х қосу с. Он үшінші есепте дұрыс жауабы В. 14-ші есеп. Дене түзу сызық бойымен қозғалады және қозғалыс басталғаннан т секундтан кейін оның жылдамдығы v тең 5t квадрат минус 4t қосу 6 теңдеумен берілген. Дененің т 2 секунд уақыт мезетіндегі үдеуін табу керек. Ең алдымен біз жылдамдықтан туындаламыз. Яғни үдеуді анықтау үшін. Бесті квадрат туынды, 4t туынды, 6-дан да туындыламыз. 10t болады, минус 4 болады. T'ның туындысы бірге тең. 6-ның туындысын өл жазбаймыз. Енді осы жерден t тең 2 секунд болған кездегі үдеуді анықтаймыз. T'ның орнына 2-ні қоямыз. 20 азайту 4 тең 16 метр бөлінген секунд квадрат. А нұсқасы дұрыс. 15-ші есеп. Өрнектің мәнін табыңыз. Дәреженің қасиетін пайдаланып, осы есепті өзіміз шығарып көреміз. Және комментарий бөліміне жауабын жазып кетеміз. Оқушылар, егер А бөліміндегі талдаған есептер пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.